Баршаңызға сәлем. Бүгін дәмді, тойымды, дайындалуы оңай тауық еті салмасымен ірімшікті орама дайындаймын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен тауық етін суға салып пісіріп аламыз. Етіміз піскенше ірімшікті массамызды дайындаймыз. 300 грамм қатты ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. «300 грамм 20% қаймақ, 3 жұмыртқа, 3 ас қасық ұн қосып, 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Пергамент қағазы төселген противенге құйып, тегістеп, 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіреміз. Пісіп шыққаннан кейін бөлме температурасына дейін суытып аламыз. Суығанша салмасын дайындаймыз. Пісіп шыққан тауық етін турап, блендер арқылы ұсақтап аламыз. Бір түйір ас көкті турап қосамыз, және бір сарымсақ қалампырын ұсақтап қоссаңыздар болады. «100 грамм майонез қосып араластырамыз. Пісіп шыққан ірімшікті орамамыз екі жағынан қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Енді бұған шетіне 2-3 см жетпей салмасын жағамыз. Себебі орағанда салмасы шығып кетуі мүмкін. Ірімшікті ораманы орағанда артқа қарай тарта отырып ораймыз. Сонда тығыз болып оралады. Ораманы тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Дәмді, тойымды закускамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.